İslam tarixында ең алғашқы барлаушы Нуайм ибн Мас'уд. Күндердің күнінде Мәдина қаласындағы Бәну Надир, Бәну Құрайза деген иудейлер тайпасы болыпты. Олар мұсылмандар Мәдинаға қоныс аударған уақыттан бері Мұхаммедті мойындамай, мұсылмандарды іштей дұшпан тұтатын. Содан ислам тарихындағы ең үлкен шайқастың бірі Хандақ соғысының қарсаңында Бәну Надир көсемдері бас қосып, қалайда мұсылмандардың көзін құртудың жолдарын қарастырады. Олар ойлағанын іске асыру үшін өздерінің шамасы келмейтінін ескеріп, Нәжд жерінде орналасқан Ғатафан тайпасына барып, күш біріктіруге шақырады. Ғатафан тайпасы да иудейлер болатын. Ол уақытта Абу Суфиян бастаған Құрайш әскері де мұсылмандарды құру үшін Мәдинаға аттанғалы жатыр еді. Осылайша иудейлер мен Меккелік Құрайш тайпасының арасында келіссөз жүріп, бірігіп мұсылмандарға қарсы соғыс ашуды жоспарлайды. Бұл іс кезегінде Мәдинада қоныстанған әрі мұсылмандарға тісі батпайтын иудейлер үшін өте жағымды жаңалық болды. Көп ұзамай Құрайш пен Ғатафан әскері жолға шығады. Мұны естіген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарды жинап кеңеседі. Содан олар Мәдина қаласының айналасында ор қазуға шешім қабылдайды. Осындай әрекетпен олар дұшпандардың қалаға басып кіруіне тосқауыл болу керек болды. Сол сәтте қаладағы Бәну Надир мен Бәну Құрайза тайпасының көсемдері бас қосып, бұған дейін мұсылмандармен болған арадағы келісімді бұзуға шешім қабылдайды. Бәну Надир тайпасы болса, сырттан әскер келгенде оларға қосылып, мұсылмандарға бірге қарсы тұратын туралы жария етеді. Мұны естіген мұсылмандар абдырап қалады. Содан дұшпандардың әскері Мәдина сыртына қоныстанады. Олар соғысқа дайындалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дұшпандардың арасында қалғанын біліп, түндетіп Раббысына жалбарынып жәрдем дұғасын сұрай бастайды. Алайда Ғатафан тайпасының ішінде иманын жасырған Нуайм ибн Мас'уд деген кісі болатын. Ол кешкісін жатып, ешқандай себепсіз мұсылмандарға қарсы тұрамын деп өліп кетуден қорқады. Сосын түн ортасында әскердің арасынан сытылып шығып, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына барады. Оның түнделетіп келгеніне таң қалған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мұндай уақытта не істеп жүрсің деп келуінің себебін сұрайды. Сол сәтте Нуайм ибн Мас'уд: Аллахтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп куәлік айту үшін келдім. Мен расында исламды шын жүрегіммен қабылдадым, уа Аллахтың елшісі. Бұл жайлы менің адамдарым білмейді. Егер рұқсат берсеңіз, менің бір жоспарым бар. Соны жүзеге асыратын болсам, мына соғыстың алдын алып, сіздерге үлкен көмек берген болар едім. Көрде тұрыңыз, әлі қуанатын боласыз, дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар өз кезегінде рұқсатын береді. Таң атысымен Нуайм ибн Мас'уд Бәну Құрайзаның көсемдеріне барып, менің сендерге қаншалықты жақын екенімді білесіңдер. Бұл соғыста Құрайш пен Ғатафан тайпасының өз есебі бар. Ал сендер болсаңдар, осы Мәдинаның тумасысыңдар. Бала шағаларың, мал мүліктерің барлығы осында. Құрайш пен Ғатафанның ойлаған мақсатын жүзеге асыру үшін мұсылмандармен болған келісімді бұздыңдар. Егер Құрайш пен Ғатафан жеңіске жететін болса, құба-құп. Ал жеңілетін болса ше, олар елдеріне оралып, бала шағаларына, мал мүліктеріне қайтады. Ал сендер болсаңдар, Мәдинадан басқа барар жерлерің жоқ. Оның үстіне мұсылмандардың алдында қас дұшпанға айналып, олар сендерден кек алатын болады. Осыны қалайсыңдар ма, дейді. Бәну Құрайзаның көсемдері бір шама ойланып қалады. Нуайм ибн Мас'уд болса сөзін жалғастырып: егер мені тыңдасаңдар, бір ақыл айтайын. Сендер соғыс басталмай тұрып, алдымен Құрайш пен Ғатафан тайпасынан 10 шақты адамды өздеріңе кепілдікке алыңдар. Егер жеңіліске ұшырасаңдар, әлгі кепілдіктегі адамдар үшін Құрайш пен Ғатафаннан пана сұрай аласыңдар. Ал егер олай болмаса, құрдымға кетесіңдер, дейді. Бәну Құрайза тайпасына бұл ұсыныс қатты ұнайды. Сосын Нуайм ибн Мас'уд Құрайш әскерінің басшысы Абу Суфиянға барады. Уа Абу Суфиян, Мұхаммед екеуміздің арамыздағы дұшпанды сен жақсы білесің. Менің саған ешкім білмейтін бір жаңалығым бар. Бәну Құрайза тайпасы мұсылмандармен болған келісімді бұзғандарына қатты өкініп, қазір олар Мұхаммедпен бірігуді көздеп отыр. Мұсылмандардың сеніміне қайта кіру үшін Бәну Құрайза сендерден 10 шақты адамды кепілдікке сұрап, оларды Мұхаммедке тұтқынға бермекші. Егер жақын арада олар сенен адам сұрап келетін болса, ешкімді берме, дейді. Мұны естіген Абу Суфиян ашуланып, Бәну Құрайзаны сынамақшы болып, өзінің ұлын жібереді. Абу Суфиянның ұлы Бәну Құрайза көсемдеріне барып: мені сіздерге әкем жіберді. Мұсылмандардың көзін құрту үшін ертең барлығымыз бірге түстен кейін шабуыл жасайық. Осылайша соғысты көп созбай аяқтайық. Не дейсіздер, дейді. Сонда Бәну Құрайза көсемдері
Бізге алдымен кепілдікке 70 адам беріңдер. Сонда ғана біз сендермен бірге соғысамыз. Себебі егер мұсылмандар басым түсетін болса, сендер майданды тастап елдеріңе ораласыңдар. Ал біздің жағдайымыз не болмақ дейді. Абу Суфянның ұлы болған жайтты әкесіне айтып береді. Сонда Абу Суфян, жермен жексен болғыр, құрдымға кеткірлер деп долданады. Нәтижесінде мұсылмандарға қарсы тұрмақ болған тайпалардың ауызбіршілігі жоғалып, күш біріктіре алмай қалады. Содан кейін кенет қатты дауыл тұрып, Мәдина сыртында қоныстанған әскерлерді ұшыра бастайды. Желдің қаттылығы сонша ұшқан шаңның салдарынан ештеңе көрінбей қалады. Олар дереу пана іздеп мұсылмандарға қарсы тұруға шамалары келмей, Мәдинадан кері үйлеріне қайтады. Осылайша Нуайм ибн Масуд исламды қабылдаған алғашқы күннен ақ мұсылмандарды дұшпандардан арашылап, соғыста жеңіске жетудің ерекше айласын ойлап тапқан, әрі дінге үлкен пайдасын тигізіп, ислам тарихында өшпес ізін қалдырған екен.